Кальмардағы 125-ші ойыншы. Бұл кейіпкер туралы интернетте түрлі әңгімелер жүріп жатыр. Ол жай ойыншы емес дейтіндер бар. Негізі мен де сондай пікірдемін. Мендегі ой мынау: ол өте танымал актер, ол көптеген дорамаларға түскен, көптеген фильмдерге түскен актер. Сондықтан да оның жай ғана осындай сүмірей жүрген кейіпкер болып жүргеніне менің өте бір күмәнім бар. Бәрібір де оның артында бір қандай да бір сыр жатыр. Сондықтан да мүмкін үшінші сезонда ол туралы көбірек айтылатын шығар. Мүмкін расында да ол осы бір ұйымдастырушылардың немесе бір ведущийдің кальмардағы бір қатысы бар шығар. Одан кейін мынау интернеттен көрген видеоларым бар, сайттардан қараған материалдар бар. Сол жерден қарасам, көпшілігі бұл бірінші сезонда болған 001-дің немересі болуы мүмкін деп жатыр, және өзге де бір қандай да бір түрлі қауесеттер жүріп жатыр. Осыған байланысты сіздерде қандай ой? Ойларыңызбен төменде бөлісе кетіңіздер.